Сәлем халқым, көз арқылы диагноз қойып көріңіз. Көздің ағы қысарып кетсе, бұл әлденеден улану, бауырдың зақымдануы. Көздің ағы көгілдір тартса, ағзада кальций жетіспейтінін білдіреді. Мұндайда тырнақ сынып, шаш түсе бастайды. Көздің ағы сарғыш тартса, өт жұмысының кінәратын білдіреді. Көздің ағында қызыл жолақтар байқалса, қан қысымының жоғары деген білдіреді. Көз қарашығының үстіңгі жағы қызарса, асқазан қабынуы бар дегенді білдіреді. Көз жиегінде ақшыл көбік пайда болса, ағзадағы зат алмасу бұзылған. Көздің төңірегінде сарғыштау бүртіктер көрінсе, тері сәл көтерілгендей болса, ағзадағы холестерин мөлшерінің көбейгені. Бұл бауыр қатуының алғашқы белгісі. Көз астының томпиып ісінуі, қоңырқай тартып өзгеруі бүйрек жұмысының бұзылуын айтады. Ал сіздерде бұндай белгілер бар ма? Болмай-ақ қойсын, Алла шипасын берсін, ауырмаңыздар.